Ерте заманда бір өте бай әрі қуатты патша өмір сүріпті. Оның байлығы жиған алтын күмісінің көптігі мұншама қазына ешбір патшаның тіпті түсіне де кірмеген екен. Патша өзінің ханымымен тату-тәтті ғұмыр кешіпті. Тек қана өздерінен туған балалары болмағаннан кейде қатты өкініш білдіріп, бала асырап алсақ деп армандапты. Бір күні бұл істің орайы келіпті. Өздерінің досы көрші елдің патшасы қайтыс болып, кішкентай қызы жетім қалады. Патша мен ханым жетім қалған ханшайымды өз сарайларына алып келіп асырап алған. Кішкентай қыз күн сайын гүлдей жайнап өсіп, айдай сұлу ару болып бой жетіпті. Өздерінен тумаса да асырап баққан қыздарының мұндай көрікті ару болып өскеніне патша мен ханымы керемет қуанып, риза болып жүріпті. Күндердің күнінде ханым ауыр науқасқа ұшырапты. Патша күннен күнге халі нашарлап бара жатқан әйелінің жанында болады. Бұл аурудан енді жазылмайтынын білген ханым ақыры бір күні патшаға әлсіз дауыспен былай депті: менің ажалым таяды. Өмірден өтер алдында сенен бір нәрсені өтініп тапсырайын. Мен өлген соң қайта үйленесің. Ол алатын әйелің менен де сұлу әрі ақылды болатын болсын. Патша бұл сөзді естігенде өкіріп жылайды да әйеліне уәде береді. Әйелі кешікпей қайтыс болады. Ханымды жерлеген соң патша қайғыдан құсаланып, ештеңеге сауық соқпай қайта қартайып кетеді. Ақыры бір күні қайғыдан езіліп жатқан патшаға уәзірлері кіріп келіп, бұдан әрі қайғырып жатудың мәнісі жоқтығын айтумен болады. Сөйтіп патшаға үйленуге кеңес береді. Патша болса оларды тыңдағысы да келмейді. Алайда уәзірлері құлағына маза бермеген соң патша оларға былай дейді: мен марқұм ханымыма өзінен де көрікті сымбатты әйел болса ғана аламын деп уәде берген едім. Бірақ бұл өмірде ондай жанды әлі кездестіре алмадым. Сондықтан мен үйленбеймін дейді. Уәзірлері патшаның сәл де болса беті бері қарағанын пайдаланып, бұдан бұлай оған небір сұлулардың портреттерін әкеліп көрсетеді. Бірі болмаса бірі патшаға ұнап қалама деген ойлары еш орындалмапты. Ақыры бір күні бас уәзір патшаға былай депті. Солай айтуға мәжбүр болыпты: мәртебелі тақсыр, сіздің тәрбиеңіздегі ханшайым сондай сұлу әрі ақылды ғой. Сізге одан артық әйел болатын адам таппайсыз. Оның көркі де марқұм ханымнан еш кем емес. Патша бұл сөзге ұзақ ойланады. Ақыры жас ханшайымға үйленуге келісіп, оған өзіне әйел болуға ұсыныс жасапты. Сарайдағылардың бәрі бұл шешімге риза. Тек бойы жеткен кәрі патшаға тұрмысқа шығуды қаламайды. Патша болса мұны тыңдағысы да келмейді. Тезірек үйлену тойын дайындалуға бұйрық береді. Жас сұлу не амал жасарын білмей қиналады. Сөйтіп отырғанда өзінің қайырымды сиқыршы апасы Сирен есіне түсіп, содан ақыл сұрамақ болады. Сол түні қошқар жеккен алтын арбамен апасына аттаныпты. Сиқыршы оны мұқият тыңдайды. Қымбаттым, келісіміңді бер деп ақыл үйретеді сиқыршы. Түбі жаман болмайды. Ең алдымен патшадан аспан түстес көкпеңбек көйлек әперуін сұра, бірақ ол ондай көйлекті саған тауып бере алмайды. Ханшайым сиқыршыға алғысын айтып сарайға оралады. Таңертең ол аспан түстес көйлек тігіп бермейінше өзіне тұрмысқа шықпайтынын айтады. Патша елдегі ең үздік шеберлерді жинап алып,
оларды аталған көйлекті тігуге отырғызады. Егер де бұл көйлектерің ханшайымға ұнамайтын болса, деді патша, бәріңді де дарға асамын. Келесі күні шеберлер алтын сары бұлттар бейнеленген көгілдір аспан түстес әсем көйлекті дайындап алып келеді. Көйлекті қолына алған ханшайым қуанудың орнына қорқып кетті. Ол сиқыршыға тағы да аттанып, енді не істеу керектігін сұрайды. Сиқыршы аса қобалжыған сыңай танытып отырды да патшадан енді сүттей аппақ көйлек тіктіруді сұрауға кеңес береді. Патша ханшайымның айтқанынан бас тартпайды. Ол нағыз шеберлерді жинап алып, әмірлі дауыспен ертеңге дейін көйлектің дайын болу керек екенін бұйырады. Бұйрық орындалады. Бұл әсем көйлекті көргенде ханшайым бұрынғысынан да қайғыра түседі. Сиқыршы Сирен ханшайымның екінші жолы да қиналып отырғанын сезіп, оның жанынан табылады. Мінекей патша, сенің бұйрығыңды екі жолы да орындап отыр. Енді тағы бір рет тапсырма беріп көрелік. Бұл жолы қолдарынан келмес. Дәл күндей жарқырап тұратын көйлек тіктіріп берсін. Қалай болғанда да бір уақыт ұтармыз. Ханшайым бұл тапсырмамен келіседі де, патша дәл осындай көйлек тіктіруді талап етеді. Патша қалай болғанда да көйлек күндей жарқырап тұратын болсын, қосып тігіңдер, деп өзінің тәжіндегі барлық асыл тастарды бәрін жұлып алып тігіншілерге береді. Көйлекті ертеңіне алып келгенде бәрінің көзі сығырайып қарай алмайды. Көйлек расымен де күндей жарқырап тұр еді. Тек ханшайым ғана қуанбады. Бұл жарықтан көзім ауырып кетті деп өз бөлмесіне барып жатып алып еңіреп жылайды. Өзінің айтқан барлық айла ақылы жүзеге аспағанына сиқыршы Сирен де қатты қиналған еді. Ендеше балақай, деді ол ханшайымға, патшадан өзінің сүйікті есегінің терісін әкеліп беруін талап ет. Олай жасамайтыны анық, мен білем. Айта кету керек, сиқыршы терісінен әкеліп бер деп шарт қойғызып жатқан есек жай ғана есек емес еді. Таң сайын оның жатқан жеріндегі сабан мен көңнің беті жарқыраған алтын мен күміске толып қалғандықтан патша бұл есекті жақсы көріп, оны сақтап бағып қағатын еді. Ханшайым іштей қатты қуанады. Ол патшаның есекті өлтірмейтініне сенімі әбден зор еді. Көтеріңкі көңіл күймен патшаға жеткен ол есектің терісінен талап етеді. Патша ханшайымның мұндай оғаш талабына таң қалады. Дегенмен кешке таман қызметшілер патша есегінің терісін алып келіп береді. Қыз онымен де не істейтінін білмейтін еді. Осы кезде сиқыршы пайда болып ханшайымға былай деп ақыл береді. Қапалана берме сұлуым, дейді ол. Мүмкін осы жолы бәрі жақсы болар. Есектің терісін жамылда, бұл қамалдан жылдам шығып кет қызым. Өзіңмен бірге ештеңе алып шықпа. Көйлектерің, киімдерің бәрі сиқырлы сандықтан болады. Қалаған кезіңде таяқшамен жерді түртіп қалсаң, әп-сәтте таяғының астынан табылады. Ал енді жылдам кет бұл жерден. Ханшайым сиқыршының бетінен сүйді де, есіктің жеркенішті терісін жамылып, ешкім танымайтындай бетіне күйе жағып алып сарайдан шығып кетеді. Ханшайымның жоғалып кетуі үлкен әуре сарсаңға ұласты. Патша ханшайымның соңынан қууға мыңдаған салт атты мен әлденеше мың жаяу жауынгерлерді жібереді. Бірақ сиқыршылар ханшайымды ешқандай көрінбейді етіп тастағандықтан патша қызметшілері оны байқаған да жоқ. Ақыры амалы таусылған патша іздеуді тоқтатады. Ал бұл кезде ханшайым жолмен ұзақ жүреді. Қарны ашқан ханшайым жолда үйден үйге кіріп, тым болмағанда қызметші етіп алуын өтініпті.
бірақ есектің жиіркенішті терісіне жамылған қызды ешкім де паналатқысы келмепті. Ақыры ол жүре-жүре бір үлкен үйдің жанына келіпті. Бұл үйдің қожайыны ұсқынсыз қызды өзіне жұмысқа алмақ болыпты. Үй иесіне не істеу керектігін сұрағанда күрке тауықтарға жем беру, қой жаю және шошқаның науасын тазалауды тапсырыпты. Ханшайымды ас үйге орналастырады. Бірінші күннен бастап-ақ бәрі оның мазақтай бастайды. Бәрі де біртіндеп бұған бойларын үйретті. Өзі де бой үйретті. Жұрттың бәрі оны есектің терісі деп атапты. Бір күні бұлақтың жағасында отырғанда ханшайым айнадай жалтыраған судың өз бейнесін көргенде жиіркенішті есек терісіне қарап ол шошып кетті. Өзінің алба-жұлба терісінен қорланған бұл есектің терісін лақтырып жіберіп суға күмп береді. Кер қайтқанда қайтадан есек терісін тағы да жамылуға тура келеді. Ханшайымның бақытына қарай келесі күні мереке болғандықтан жұмысқа жеккен жоқ. Осы сәтті пайдаланған ол өзінің байлық малынған көйлектерінің бәрін кимек болады. Ханшайым жерді таяқшамен бір рет түртіп қалғанында киім-кешек салынған сандық алдында тұра қалды. Ханшайым көгілдір көйлегін алып шығып, өз бөлмесіне барып киіне бастады. Ол өзін-өзі айнадан қарап, ғажайып көйлектеріне риза болды. Осыдан кейін әр мереке сайын өзінің қымбат көйлектерін киіп сәнденетін болды. Қошқар мен күрке тауық екеуінен басқа ешкім білмейтін. Оны барлығы да жиіркенішті есек терісін жамылып жүрген есек терісі дейтін еді. Бір күні мынадай бір оқиға болыпты. Үйде ешкім жоқта ханшайым есектің терісін шешіп, өзінің сиқырлы сандығынан ең сәнді көйлекті киіпті. Ол аулаға шыққан кезде аңнан қайтып келе жатқан қожайынның ауласына демалуға тоқтаған жас ханзадамен ұшырасып қалыпты. Ханшайым өзін танып қояды деп зәресі ұшып үйге қарай қашады. Қыздың сұлулығына таң-тамаша болған ханзада қожайынның келуін күтіп, одан үйіндегі бейтаныс қыз туралы сұрапты. Менің үйімде сондай сұлу қыз жоқ, тек бір қожалақ есекті терісі деген ұсқынсыз қыз ғана бар, деп жауап береді қожайын. Ханзада бейтаныс сұлуға ғашық болып қалады, тек соны ғана ойлайды. Ақыры қайғыдан сарғайып, ауырып қалады. Патша мен ханым ұлы не айтса, соны орындауға дайын еді. Ақыры ханзада былай деп өтінеді: сол есектің терісін жамылған қыз маған арнап бәліш пісіріп әкеліп берсінші. Келесі күні бәліш сарайға жеткізіліпті. Ханзада оны сүйсіне жей бастағанда бәліштердің бірінің арасынан Сақина шығады. Сақина ұн үйлеп жатқанда ханшайымның қолынан абайсызда сусып түсіп қалған екен. Мейлі кім болса да сол болсын, осы жүзіктің иесіне үйленемін деп айқайлап жібереді ханзада. Патша ең әуелі өз патшалығындағы барлық ақсүйек қыздарды шақыртып, оларға Сақинаны кигізіп өлшетіпті. Бірақ ешқайсысының саусағына не мына жүзік дәл келмейді. Кезек қызметшілерге де келіпті. Ақыры жүзікті есек терісін киген кезде оның саусағында құйып қойғандай дәл келіпті. Қыз түсіндегі есектің терісін шешкен кезде аралдарында тұрған ғажайып сәнді көйлек киген айдай арудың тіл жеткізгісіз, көз тойғызғысыз бұл тамаша сұлулығы барлығын таң қалдырыпты. Қыз патша мен ханзадаға өзінің басынан өткен тарихын түгелдей әңгімелеп беріпті. Патша бұл оқиғаны әбден тыңдағаннан кейін бірден ханзадамен қызды үйлендірмек болып шешіпті. Ақыры солай болыпты. Ерекше салтанатпен өтіп жатқан үйлену той үстінде
ханзада мен қалыңдық бір-бірінен көз айырмай сүйсіне қарап отырады. есек терісін жамылған қыз осылайша өз бақытын тауып өз бақытына қол жеткізіпті.